Бізде бұл аппараттан қай кезде жасатуға болады деп сұрайды әйелдер. Бұл аппаратты даже босанбаған әйел әлі күйеуге шығады, бірақ күйеуімен жыныс қатынас болып жатқан кезде қынаптан ауа шығу процесс болатын болса, сол кезде істетуге болады. Сосын бар, бір бала босанып болды ма, болды, уже қынапты тарайтыратын, уже упражнениялар бар ма, процедура бар, уже жасату керек. Ол 4 бала, 5 бала топ, осы астын кеңейіп, одан кейін ол уже опущение болған кезде жүгіріп келеді біз әйелдер. Наоборот, бұл әйел әлі босанбай тұр, бір көріну керек. Босанып болған соң уже бұл соду аппаратын жасатуға болады. Бұл аппаратты ешқандай организмі, ешқандай аллергия вызыватпайды, ешқандай ішерді күйдірмейді, ешқандай ауырсыну болмайды. Ауырып жатыр ма қазір сізде? Нет, ешқандай ауырсыну болмайды. Әйел комфортно жатады. Сосын бұл процедура қалай жасалады? Бұл процедура 3 ай подряд, бір айда бір рет 3 ай подряд жасалады. Одан кейін әр 6 айда қайталанып тұрылады. Сосын бұл аппараттың еще бір қасиеті бар, еще екінші несі бар, екінші датчигі. Ол егер астында көп выделение келіп жатса, сол выделение тоқтатуға көмектесетін қасиеті бар. Бұл аппаратпен бірге.